Сәлем достар, берекелі үй каналына қош келіпсіздер. Бүгін мен сіздерге осындай үй жағдайында керемет қып-қызыл болып пісетін кәуаптың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Алдымен отынымызды жағып, жақсылап шоқ дайындап аламыз. Содан соң біз дайын тұрған кәуаптарымызды осылай таяқшалармен орналастыратын боламыз. Содан соң оны айналдырып, барлық жері бірдей пісуін қадағалап отырамыз. Егер де шоқтан тұтанып осылай от шығып кететін болса, біз оны желпу арқылы немесе су тамызу арқылы өшіріп отырамыз. Себебі майлы ет жанып кетуі мүмкін. Осылайша біз оны айналдырып отырамыз. Пісуіне 20-25 минуттай уақыт жеткілікті болады. Қазір жаз мезгілі болғандықтан біз тұт ағашын пайдаландық отын ретінде, ал енді қыс болған кезде тұт ағаш тез суып қалады, сондықтан да ол кезде көмірді пайдаланған дұрыс болады. Осылайша біз барлық шеті қып-қызыл болып пісуін қадағалаймыз. Біздің кәуаптарымыз дайын болды. Енді оны біз балаларымызға, қонақтарымызға тарқатсақ болады. Алдын ала туралған пияздың үстіне орналастырамыз. Содан соң өзіңіздің қалауыңызша уксус қосқыңыз келсе, уксус қосып, немесе пияз қосып, қалағаныңызша жесеңіз болады, талғамыңызға қарай. Сіз де жасап көріңіз. Видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Ас болсын.